Қыздар қытырлақ баклажанды дастарханға қалай әдемі етіп қоюға болатынын көрсетемін. Және бұл рецепті үйге шақырып банкет жасайтын повар қыздан алғанмын. Сондықтан да сізге де пайдалы болып қалар. Міндетті түрде жоғалтып алмас үшін парақшама тіркеліп алыңыз. Ең алдымен 2 баклажанды алып, сыртын ашып, ірі бөліктерге бөлеміз. Баклажанның ашысы кету үшін үлкен ыдысқа салып, үстіне тұз сеуіп, салқын су құямыз. Кемі 15 минуттай тұруы керек. Одан кейін черри помидорын 2-ге бөлеміз. Қонақ шақыратын болсаңыз, осындай черри помидорын пайдалансаңыздар дастарханда әдемі көрінеді. Творожный сырды қолымызбен осылай домалақтап шарик тәрізді етеміз. Оны кунжутқа аунатамыз. Сол кезде әдемі ерекше болып көрінеді. Үстіне рукколаны саламыз, кинза қосамыз, кисло-сладкий соусты құямыз. Дүкеннен кез келген кисло-сладкий соусты алсаңыз болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Баклажанның суын төгіп тастап, үстіне кукуруз крахмалын қосамыз. Қыздар міндетті түрде кукуруз крахмалын қосыңыздар, өйткені кейбір қыздар картоп крахмалын айтып жатады. Қоссақ болады ма деп, негізі кукуруз крахмалымен өте қытырлақ болады. Сосын қызып тұрған майға салып, 2 бетін аунатып, қызартып қуырып аламыз. Бұл рецептпен 2 тәрелке шығады, себебі 2 баклажанды қолдандық. Тәрелкеге салып араластырамыз. Бірінші помидор мен рукколаны саламыз, одан кейін барып үстіне баклажанды қосамыз. Сосын қонақтарыңыз келетін кезде үстіне кішкене ғана кисло-сладкий соусты сеуіп жіберіңіздер. Әдемілік үшін тағы да рукколаны қоямыз. Жан-жағына творожный сырды саламыз. Болды, өте дәмді және тез дайындалатын, жұрттың барлығы жеп қоятын хрустящий баклажанымыз дайын. Міндетті түрде менің парақшама тіркеліп алыңыздар. Осындай оңай және бір жасағаннан сәтті шығатын рецепттер менің парақшамда өте көп.